Бриджит Бардо ханымның ағынан жарылуы. Өзім басты рөлдерді сомдаған кез келген бұрынғы фильмдерімді айналып қарағанда, өзімді қатты жек көремін. Сұмдық жиреніште сезім пайда болады. Тез арада теледидарды сөндіріп барып, жаным жай табады. Қалайша соншалық төмен әрі аяр қылықтарға барғанмын. Қаншалықты арсыз, ұятсыз рөлдерді сомдағанмын деп қатты өкінемін. Адам бақытының апофеозы ол адал неке. Әрқашан жанында күйеуі мен балалары бар әйелді көргенде өзіме неге мен мұндай шапағатқа ие болмадым деп сауал қоямын. Мұсылман елдеріне барғанымда мен олардың әйелдерін көріп, өкініштен өзегім өртенеді. Бір көргенде тұмшаланған, әрі еріксіз бұғауда сияқты елестегенімен, олар біздің әрбір европалық әйелдің нағыз арманы, әйел бақытына қол жеткізгенін аңғардым. Әйелдер күйеулерін дәріптейді, ал әйелдерге деген құрмет пен ілтипат одан да ерекше. Әйелдер өте қымбат дүкендердің жанында сыбырласып тұрады. Шығыстық кейіптегі сөз жеткізгісіз сұлу балалары болса, павильондарда қуана жүгіреді. Ал күйеулері Тиффани мен Шапарт сән үйлерінің бірнеше пакеттерін қолдарына ұстап, әйелдеріне әрдайым күлімсіреп тұрып, «Хабиби» деп шақырады. Олардың тілінде бұл қымбаттым, сүйіктім дегенді білдіреді. Әрі бұндай сүйкімді сөз жүрекке әсерлі жетеді. Мені ешкім дәл мұсылман әйелдерін құрметтегеннің жартысындай да құрметтеп көрген жоқ. Шіркін, ғұмырымның бәрін кері қайтарғым келеді. Мына әлемде өзімді сүйетін күйеуім мен балаларымның қамқорлығынан асқан еш нәрсе жоқ екенін түсіндім. Осыны ойланғанда мұсылман еліне қоныстанғым келіп кетеді. Ал қазір тек қарындары ашқанда ғана мені еске алатын мысық пен ит менің жанұя мүшелеріме айналған. Бұдан өткен қорлық жоқ шығар. Бриджит Бардо 1950-60 жылдардағы Европаның секс символына айналған әйгілі француздық актриса және әнші. Өмірдің алды үміт, арты өкініш. Феминизмнің құрбаны болған Бриджит ханымның тағдыры қазақ шоу-бизнесінде жүрген қара көз қыздарымызға үлгі болса екен. Мәңгілік жәннатты уақытша мансапқа айырбастамаңыздаршы қара көздер.